Достар, қазір мен NoLife'да стрим жасап жүрмін. Googleға кіреміз де NoLife деп жазамыз. Сол жерде NoLife'ға кіріп, Казгеймер деп поисқа жазып, мені тауып алып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сол жерде менде күн сайын стрим болады. Ал ұялы телефонда App Store'да немесе Play Market'та кіріп, NoLife'да жазасыздар да, сол жерге кіріп тіркеліп, Казгеймер деп жазасыздар да, маған тіркелесіздер. Сол жерге тіркеліп қойыңыздар. Менде күн сайын сол жақта стримдар болады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен глич туралы айтатын боламын. Барлықтарын ютуберлардың видеосында немесе менің видеомнан гличтарды көрген шығарсыздар. Сол гличтер не үшін қойылды, соны айтатын боламын. Бұл глич операция Кроноса дейтін событияға отсылка болды. 9 желтоқсан күні события болады. Операция Кроноса дейтін 9 желтоқсан күні операция Кроноса дейтін событиямыз басталатын болады. Сондай-ақ ойынға жаңа персонаж Криштиану Роналдоны қосатын болады. Бұл өте керемет, барлықтарыңыз осы персонажбен ойнай аласыздар. Енді оны тегін бере ме немесе пополнениеға бере ме, ол әлі белгісіз. Ол 9 күні белгілі болады. Сондықтан барлықтарыңыз 9 күні ойынға кіріңіздер. Персонаждың навыгы да әлі белгісіз, қандай болатын тек 9 күні белгілі болады. Сондықтан барлығыңыз 9 күні ойынға кіріп, осы персонажды көріңіздер. Ал бізде осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Енді осы персонаж үшін максималды лайк басып активность көрсетіп, бұл дейтін өте керемет. Free Fire Роналдомен коллаборация жасап жатыр. Ол дейтін өте жақсы нәрсе негізі. Сондықтан сендер тек активность көрсетіңіздер. Ал Free Fire Garena дамитын болады ары қарай. Біздер де дамитын боламыз, сіздер де дамитын боласыздар. Сондықтан сау болыңыздар.